Хан сарайының рухани азығы кешкі кездесу. Армысыздар ағайын, біз бастаймыз. Алдымен экранға назар аударайық. Бүгінгінің асабалары кімдер? Қазақстандағы ең қымбат асаба кім? Тойдың жақсы өтуі тікелей асабаға байланысты ма? Осы және өзге де сауалдардың жауабы бүгінгі кешкі кездесу бағдарламасында. Қазақ ежелден тойшыл, сауықшыл, думаншыл халық. Сондықтан да ел арасында қазақ байыса, той жасайды деген мәтел бар. Ал тойдың көркі асаба. Тойдың сәтті және сәтсіз өтуі асабаға тікелей байланысты. Кешкі кездесу бағдарламасының бүгінгі саны асабаларға арналмақ. Алдымен кейіпкерімізді шақырмас бұрын экранға назар аударайық. Кәніге тойға келген азаматтар мен азаматшалар ұқсап, шапала құрып қойыңыздар. Шапала құрған адамның үйде күнде осындай той болсын деп Алладан тілейік. Ал, ассалаумағалейкум жайнаған ел, әулие әмбиелер жайлаған ел, бұлбұл иранбақтың сияқтанып жестаңдай әншілердің сайраған ел. Жақсы сөзбен кенеліп, тамсандырам талайын, ассалаумағалейкум деп басым дейді ма. Нұрлан Еспанов, әнші, сазгер. Балалық шағында кәсіби боксшы болуды армандаған. Бірнеше жыл әр салада қызмет атқарды. 5-ші сыныпта музыкалық мектепке ауысып өнер жолын бастайды. Сазгердің қожырында елге танымал бірнеше әні бар. Сондай-ақ Нұрлан Еспанов түрлі телевизиялық жобаларда жүргізушілік қызмет атқарады. Қарсы алайық, кешкі кездесу бағдарламасының алғашқы қонағы әнші, сазгер Нұрлан Еспанов. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Көңілге қалай? Енді ойланып қалдық қой, бейнематериалды көріп. Көңілге жақсы жалпы енді. Бүгін той бар ма? Бүгін тегін той бар кіріп шығатын негізі. Тегін той. Мен Нұрлан мырза үнемі естеймін, Нұрлан Еспанов тегін тойларға жақсы және жиі кіріп тұрады дейді. Біз негізі сыбайлас жемқорлықты қоймаймыз деп ойлаймын да өзім. Бізде жаңағы сыбайлас жемқорлықты құрту үшін нағашын құрту керек, бөлені, досты, бәрін құрту керек та. Сол себепті мен де доссыз мынау айтады ғой, өмір бос дейді. Сол себепті достарым көп. Достардың тойларына кірмесең тағы ренжиді. Бір күнде бір 8 тойға кіріп шығамын. Кешкі кездесу бағдарламасына келген қонақ жаңағы асабалардың бағасын білсем деп жатырмын. Содан кейін мына дағдарыстан кейінгі дархан көңілді халыққа асабалардың орташа бағасын айту керек бағдарламаның соңында. Бірақ енді долларда франклин өзгеріп кетпесе сол күйі қалады ғой енді. Жәнелік сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Сол себепті сынға батып қалғым келмей отыр да қазір. Өйткені барлығы айтады, ой Нұрлан мақтаншақ, Нұрлан мен жасаған тірлігімен ғана мақтанатын адаммын да. Бірақ күнде сол 2000 бола ма, болмай ма? 2000 болады. 2000 бола ма? 2000-нан көп енді сәлі. 2000 болады бірақ таныстарға. Таныстарға 2000 болады. Мәселен, мен арқылы кез келген қазақ шықса 2000 болады. 2000 болады. Сен арқылы шықса. Абылайша одан қымбат. Бәрекелді. Кешкі кездесу бағдарламасында бүгін бізде қонақта жазушы Бейбіт Сарыбай отыр. Сонымен қатар Көпен келе жатыр той ұйымдастыру орталығының директоры Асқар Әмірбек отыр. Қош келдіңіздер. Асқар, той орталығында түрлі тапсырыстар келеді. Асабаларды сіздер ұсынасыздар, қателеспесем, иә? Соның ішінде кешкі кездесу бағдарламасының бүгінгі кейіпкері Нұрлан Еспановты қаншалықты жиі сұрап жатады, және сіздер қаншаға бағалайсыздар, қаншаға сатасыздар, және үстінен қанша ақша көресіздер? Қанша ақша көресіздер деген дұрыс кетті. Өте қызық сұрақ бұл жерде. Жоқ, өте қызық болғанмен шынайы сұрақ. Шынайы сұрақ. Бұл кісі енді жан-жақтылығымен өтеді, шыны керек. Жан-жақтылығымен алады, сұрайды. Орысша 10 тапсырыс берушінің екеуі Нұрлан Еспановты сұрай ма? Сұрайды. Яғни сұраныста бар асабалардың бірі. Сұраныста бар асабалардың бірі және бірегей деп айтсақ қателескендік емес. Енді бұл кісі, бірақ енді бұл кісінде 100% кез келген ортаға өтеді деп айтуды қиын. Енді мәселен қай ортада той болады деген мәселе туындайды бұл жерде. Яғни ортасына байланысты. Ол жерде қазақша, орысша жүргізуді талап етуі мүмкін. Көбінесе енді бұл кісілерді элита қалады деп айтсақ болады. Енді элитада жағы... Элита деген не ол? Элита тойдың өз негізін екіге бөліп қарастырсақ. Тойдың өзі екіге бөліне ма? Элиталық той және де енді қарапайым ортаның той деп қарастырсақ артық айтқандық емес. Енді бірінші айтқан тойдың ортасында жаңағы айтып жатқан курс деген әсер етпейді. Нұрлан ағамызға мен звондаймын, хабарласамыз, осы күн боссыз ба деймін, босым десе болды. Мысалға енді көбінесе біз енді элиталық той деп жатырмыз ғой, көбінесе жаңағы органдағы министрліктегі кісілер жаңағы әкім қараларын той ұйымдастырып жатамыз негізінен. Ол кісілер енді уақыт жоқ, офисқа келеді кеңсемізге. Яғни саудаласуға уақыт жоқ. Саудаласуға уақыт жоқ. Келеді де менің тойымда Қайрат Нұртас болсын, тамадагың болады.
мынандай тамадалар бар дейміз. Нұрлан Әлімжан, Нұрлан Еспан, Нұрлан Қоянбаев деген сияқты мысалға. Бұл қанша дейді? Мысалға 7000, болмаса 5000. Сөзіңізге қарасам тек Нұрландармен ғана жұмыс жасайсыз. Иә, Нұрландармен. Нұрлардың жүріп тұрған заманы ғой қазір. Енді біздің Асқар бауырымыздың айтуы бойынша, яғни асабалардың өзін үлкен екі топқа қарауға бөлуге болады дейді да. Элиталық тойға жұмыс жасайтын асабалар және қарапайым халықтың көңілін көтеретін қарапайым асабалар, яғни бір сөзбен айтқан кезде. Сіз сол екі топтың қайсысына жатамын деп ойлайсыз? Білмеймін. Асқар білетін шығар. Асқар шешіп жүр екен ғой бәрін. Кім қай жерде? Бұл жерде енді былай нақты екі топқа бөлінгенмен, мына кісі Мәкең болмаса Нұрлан ағамыз мына топқа жатады, болмаса мына топқа тек қана арналған деп бөлуге болмайды негізінен. Жалпы тойды ғана бөлеміз. Енді 21 жыл асабалық жолда жүрсіз, асабалығыңыздың ерекшелігі деп нені айтар едіңіз? Актерлық шеберлігіңізді үнемі жақсы қырында пайдаланасыз ба, жоқ әлде өлең сөзбен басқарғанды жақсы көресіз бе? Мынау 21 жылдың ішінде кәдімгідей әккі болып алдық па? Орта қарап басқарамыз. 15 минут, 20 минуттың ішінде ортаны қандай екен біліп аламыз. Соған қарап, өз бағанағы асханасынан тағамды пісіріп әкеп беріп отырамыз ғой. Енді арақсыз, шарапсыз, яғни адал той. Халал деп жаңа қарапшаласақ болады. Адал той басқарып жүрсіз. Адал тойды басқару қашаннан басталды? Неге бұлай тыңнан түрен салдыңыз? Әлде арақ бар жердің аудиториясы сізге ұнамай ма? Енді бұл бір 2-3 жылдай болып қалды ғой деймін. Басталғанда. Енді Алланың қалауымен негізі ақырындап енді осы өзіміздің ата дініміз намаз оқып, исламда осы бастап, оң соңымызды ақырын танып бастағаннан кейін барып, ол енді арақ жағы көп зиян келтірді. Өйткені жаңа арақтың зияндығын білген кезде, оны енді басқару өте қиын болды. Өйткені ең басты мотор сен болып тұрасың. Көп тойдың иелерінің талабы, сен тойларда қонақтарды ішкізсейші. Жаңа сен ал деп айтпайсың деп бастайды. Ал енді сен ал деп айтуың, олардың бәрін ішкізуің. Енді өз пайғамбарымыздың айтқаны бар ғой, 10 адам, бір адам ішсе қасындағы 10 адам да сол ішкен болып есептеледі деген. Жаңа сен оны алдыртатын болсаң, ішкізетін болсаң, соның күнәсіне кіріп кетеді деген сөз қатты ауыр тиді. Содан кейін жаңа тойдың иесінің талабы бір тойларда қатты айтты. Сен жаңа ішсек те өлеміз, ішпесек те өлеміз. Давайте онда ішіп, жеп, бірақ өлейік деп бір шықты да. Сен бірәні сөйтіп ортада бәрін стаканды алып ішкізіп, құлады болып. Сөйтсе мені шақырып алды да тойдың иесі айтады. Сен мынау сияқты айтамайсың ба не дейді да. Давай осылай айт, бәрін ішкіз дейді. Аға мен айтпаймын дедім. Сізге әдемі той жүріп жатыр. Той әдемі өтіп жатыр. Барлық көңілді, барлығы әзілде өтіп, бәрі керемет болды. Бірақ жаңа кісіге ұнамай отыр да. Бәрін ішкізу керек болып тұр. Сен бәрін ішкіз, дастархан аралап. Мен істемеймін дедім. Тойдың ортасында тұрдық, мен бұрдым, кеттім. Ол кісі басқа тамады шақырды. Ары қарай. Біз балалармен болғанбыз, кетіп қалды. Үлкен зиялы қауымдағы кісілер. Содан кейін, мысалы, көп болды жағдай. Жаңа келінді алып келген кезде, келінге де бұлайынан стакандарды қойдырып қойып, жаңа шампан, ақбұлақ деді ма бір нәрсе деді. Жаңа келінге жаңа виски бір нәрселерді қойып, бір тойда. Ашып құйып жаңа. Келін бар. Атасы мен ене соғыстырып шеді ғой. Иә, келін таңдайды екен. Сон келін таңдаған бәрі соны алып, сол жерде бәрі сөйтіп шеді екен. Содан кейін біз ол жерде бір 10 минут таянлармен ұрыстық енді. Администрация. Болмайды, мұны қазақта болмаған нәрсе. Ата бабамызда болмаған нәрсе ғой, бұл келін босаған. Келін соғыстырып шеді ғой. Босағадан аттап, арақ құйып, ақ құйып деген бар. Бірақ бұндай ақ деп айтып басқа ақпен шатастырып алды. Содан ақырындап енді Мадияр енді сол арақ шарапқа байланысты адал тойды басқаруға кірістің. Яғни арақсыз, шарапсыз тойда. Қазақи той дейді. Қазақи той деп айтасыз ғой. Мәселен, ол тойда би биленеді, ән айтылады. Ол дінге қарсы емес қой. Дінге қарсы емес. Егер ол әнде пайда болып жатса, одан ғибрат алып жатса адамдарымыз. Жалпы той ұйымдастыру орталығында осындай арақсыз, шарапсыз халал тойларды қаншалықты ұйымдастырып жатасыздар және асабаларға қаншалықты ұсыныстар түсіп жатады? Енді бұл жерде қазіргі қоғамда шын айту керек, халал тойға қарағанда былай арақпен өтетін тойлар көбірек өтеді. Көбірек болып жатыр. Бола береді де енді біразға дейін. Құдай қаласа қазақи той деп жатыр ғой, негізі қазақта бұндай арақ болмаған. Қымызымызбен, қымыранымызбен, шуатпен өтіп жатқан тойлар жетерлік. Сондықтан осындай бастама дұрыс. Осындай бастаманы баршамыз көтере бассақ, Құдай қаласа, осындай жағдайға келеді деп ойлаймын. Онда халал той болса, күшті ғой, рахмет.
Кешкі кездесу бағдарламасының келесі кейіпкері актриса Алма Салихова. Қарсы алайық. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Амансыз ба? Сізде ел басқарып жүрген атқамыз дейтін азаматша, сіз қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі дұрыс па? Дұрыс. Енді біз үнемі көреміз, кез келген тойға, жиынға, думанға барсақ, ер азаматтар сол тойдың тізгіншісі, яғни асабасы болып жатады. Енді әйел басқарған тойдың ерекшелігі неде? Сіздің халыққа қолданатын методикаңыз қалай? Кәсіп жоқ өзі негізі, тамада деген ол. Тамада деген вообще штатта жоқ нәрсе. Штатта жоқ нәрсе. Бірақ дегенмен де Қазақстан заңында, конституциясында мына тамадаға осындай не қолдансын, бұл біреудің тойын лақтырып кетіпті, осындай заң қолдансын, осы статьямен сотталсын деген жоқ. Асаба бірінші жаңағы психолог болу керек. Енді бәрін жаңа нетіп тұру керек. Жаңа қыз ұзату несінде айтатым, жас балалар бар қазір тамада. Ұзатылып бара жатқан қызға әкесінің көзінше қазір барғаннан кейін күйеуіңді солай айтасың ба, қайнатаңды сөйтесің бе, жаным деп айтшы, бірдеме деп айтшы жаңағы. Сонда мысалы үшін ұзатылып жатқан қыздың әкесі жылап тұрады. Жыладым мен деп айтатын кездер бар. Мен ана жерде тұрып жыладым. Менің қызымды сөйткеніне мысалы бір ән шығып жатады ғой, бір жүрді қызым майысып, қабырғасы қайысып, қол ұзарған құдағи отыр қою шай ішіп деп. Сол кезде әкелер қанша дегенмен қыздарын қимайды. Енді сәлем салғанның жөні бар, қазақта сәлем салатын ол дұрыс, сәлем салып жатыр. Ал бір жерлерде бар, жаңағы 7 рет салғыз, бәсін жерге тигіз деп әкесінің көзінше бетін ашып жатады кейбір мысалы тамадалықтың білмегендігінен. Сол кездерде мысалы дәстүрден хабар жоқ дейсек болады. Бесікке салу, шілдеханаға, оған мысалы әйел тамадаларының болғаны бір жағынан жақсы. Қазіргі таңда тапсырыс бар ғой? Тойға шығып тұрасыз ғой? Бар, тойларға бар. Мәселен, бір айда қанша тойға шығасыз? Әрі қалай. Бір-екі тойға шығасыз ғой? Келесі айда қарыз алып бара беремін. Асқар мырза, жалпы әйел азаматшаларға сұраныс көп түсіп тұра ма? Негізінен әйел азаматшаларға жеке сұраныс жоқтың қасы деп айтсақ болады. Негізінен қосымша. Әзіл айтудың майталманы, анекдотшы Бауыржан Тұрабаев кешкі кездесу бағдарламасында қонақта. Қарсы алайық. Ассалаумағалейкум. Қоймен байып кеткенім бәрі осы жерде. Отырағаңыз. Сіздің ерекшелігіңіз өзіңіздің әзілдеріңіз. Әзілдер айтып халықты шаршатып алмайсыз ба? Үнемі басынан аяғына дейін анекдот. Негізі былай ғой. Қазір асабаларды қарап тұрсаң, негізі мен анекдотшы емес, бірінші асаба тұғым. Одан кейін барып жаңа асаба болып жүре бермей, мысалы әншілерді байқасаңыз, келеді 2-3 ән айтады да, сосын ана тойға бит-бит кете береді ғой. Сосын қарап жатпайын деп, неге күлдірмеске деп шықтым да. Негізі мен бірінші асабамын. Одан кейін барып жаңа анекдот. Негізгі мамандығыңыз асаба. Асаба. Одан кейін жаңағы анекдот, әзілдер, мынау асабалардың бәрі біледі ғой. Былайша айтқан кезде әрқайсы бір штуктан болсын айтады мен анекдоттарымды. Солай ғой? Сен баянды шындық айтсайшы. Ол көрсетпей жүрген қырларым ғой. Сосын не, мысалы жаңа айтып жатырмыз ғой, Мадияр айтып жатыр, Махиңдер, Нұрекеңдер, тәтеміз айтып жатыр жаңа. Алмахан. Халал той жаңағы. Ішімдік қойылған той, ішімдік. Арақ болатын той. Мен екеуіне де бара берем. Жоқ, шындық, мен екеуіне де бара берем. Неге десеңіздер, мен өзім ішпеймін. Спортсменмін ғой негізі. Шындық. Сіздің қосымша мамандықтарыңызды айт, негізгі мамандығыңызды әлі таппай жүрміз. Асқар Әмірбек, енді бұл жерде қарап отырсақ, бірнеше мамандықтың иелері асаба болып жүрген алдыңызда отыр. Сізге бірнеше той иелері келіп тапсырыс береді. Осының ішінде сұранысы жоғары қайсы? Әншілердің сұранысы жоғары ма, жоқ? Әзіл айтатын Бауыржан мырзаның сұранысы жоғары ма, актерлардың сұранысы жоғары ма? Әлде сіздің оң жағыңызда отырған жазушы, тамадалықты серік ететін Бейбіт Сарыбай мырза да той басқаратын ескерсеңіз болады? Енді бұл жерде алуан жүйрік бар, әліне қарай шабады дейді ғой. Бұл жерде кісілердің барлығының өзінің ортасы бар. Мына кісі тек сұраныста бірінші орында деп айту өте қиын. Енді мысалы осы кісілерге бір-екі әңгіме айтсыншы мысалға. Қарапайым ғана әңгіме айтса да өтеді. Неге? Өйткені бұл кісілердің түр танымал ойнайды ол жерде, шын мәнісінде де. Мысалға Мәкеңді, Мәлік ағамызды бәрі таниды дейді, Мәлік ағам шақырады. Мысалға басқа бір кісіні шақырғаннан. Нұрлан Еспанов бәрі таниды, Нұрлан шақырады. Яғни асабалықта танымалдылық үлкен рөл ойнайды. Үлкен рөл ойнайды, шын мәнісінде де. Тағы бір мәселе, қандай тамада қазіргі тойда өтеді дегенге нақты жауап, кімде той көп, кім халықтың сұранысында, сол
нақты алғашқы деңгейдегі тамадалар болып саналады. Кешкі кездесу бағдарламасының бүгінгі саны той ажары асаба деген тақырыпқа арналды. Бағдарламаның соңында Нұрлан Еспанов мырзаның орындауындағы тамаша әнді баршамыз бірге тыңдасақ. Аяулаған назым, құлпырған гүлім, саялаған бағым, шуақты күнім, алаулаған жалым, жанымды керне, көңілім алып ұшып таппайды тыным. Алаулаған жалым, жанымды керне, көңілім толқиды, таппайды тыным. Сен құралаймысың, сен мені күсің. Сен кінәлаймысың, сүйгенім үшін асыл күмісің, құралаймысың. Жүрек іңкәр күйменен, судай ағып тілеп, сезім билеген. Қарақаттай көзің өзектен өтті, еріксізсің шығады сені сүйдеген. Қарақаттай көзің өзекті өртеп, еріксізсің шығады сені сүйдеген. Сен құралаймысың, сен мені күсің. Сен кінәлаймысың, сүйгенім үшін асыл күмісің, құралаймысың. Сен құралаймысың, сен мені күсің. Сен кінәлаймысың, сүйгенім үшін асыл күмісің, құралаймысың. Sen meni tüsün. Sen kınalaymazsın, suygenim için asıl kümüsün, kuralaymısın. Sen kuralaymısın. Sen meni tüsün. Sen kınalaymazsın, suygenim için asıl kümüsün, құралаймысың. Қалай десек те асабалық өнер қасиетті өнер. Мәселен, Міржақыптың тойында Мағжан Жұмабаев пен Сәкен Сейфуллин өлең оқып той басқарған. Арыстарымыздың қасиеттері бүгінгі асабалардың бойынан табылсын, қазақтың тойы бітпесін. Сіздермен бірге болған аман тасыған өмірде аман жүріңіздер.